Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен салат на гриле дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге баклажан керек. Баклажанды ірі етіп тураймыз, видеода көріп отырғандарыңыздай. Тым майда болып кетсе, піскеннен кейін кішірейіп кетеді. Сол себептен біздің ингредиенттеріміздің барлығы ірі етіп туралған. Одан кейін кабачок керек. Барлығын видеоға сәйкес етіп жасасаңыздар болады. Светофор перец немесе қызыл болгар бұрышын алсаңыздар болады. 3 түрлі түсін алып, турап, осылай ірі етіп турағандарыңыз жөн, себебі бұл да кішкентай болып кетеді піскеннен кейін. 3 түрлі түстің үйлесімділігі бойынша жасасаңыздар өте әдемі болады. Содан кейін бізде шампиньоны, грибы. Барлығын үлкен ыдысқа салып, маринадтауды бастаймыз. Осы жерде қара бұрыш, паприка, қызыл бұрыш, тұзын және осылай май құйып араластырамыз. Және чеснок қосамыз. Чеснокты теркадан өткізсеңіздер де және осылай турасаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін противенге пергамент төсеп, осылай біркелкі етіп жайып қоямыз. 200 градусқа 15 минутқа саламыз. Пока біздің көкөністеріміз дайын болам дегенше етті дайындаймыз. Етті сіз сиырдың етін, жылқының етін, немесе мен сияқты тауықтың етін пайдалансаңыз да болады. Осылай ірі етіп тураймыз және ары қарай маринадтаймыз. Маринад үшін бізге чеснок керек, бұрыш, қара, одан кейін паприка және соевый соус қажет. Содан кейін 1 чайная ложка кукурузный крахмал қосамыз. Барлығын жақсылап сіңдіріп араластырамыз да, грильде немесе гриль сковородкада екі жағынан 1-1 минуттан майға кішкене май қосып қуырып аламыз. Менде оливковое масло, сіздер растительное масломен жасасаңыздар да болады, егер жоқ болса оливковое масло. Жылдан 1 минутта дайын болатын тауықтың еті. Мінекей біздің көкөністерімізде дайын болып қалды. Осы орайда помидорымызды турап аламыз. Ірілеу етіп, черри, розовый помидорды қосып жатырмын. Мінекей барлығын үлкен ыдысқа салып, етімізді ыстықтай салсаңыз да болады, немесе суытып салуға да болады. Петрушка, осылай жапырақтарын бөліп турап саламыз. Немесе петрушканың орнына кинза пайдалансаңыздар да болады, ұнайтын болса. Мінекей содан кейін біз дайын болған көкөністерімізді үстіне саламыз. Маринадта мен тұз салуды ұмытып кеткеніме байланысты тұзын қазір салып жатырмын, ал негізі көкөністі маринадтағанда тұз салсаңыз, міндетті түрде тұз салудың қажеті жоқ. Содан кейін мен өзім қолдан жасайтын масляный соус. Ол бізде мастер-класстарда рецептісі беріледі, ал сіздерде рецептісі болмаса, онда итальянский дрессинг деп аталатын кез келген супермаркетта сатылатын соусты алып қоссаңыз болады. Мына жерде суретінде қарап отырсаңыздар, осы бойынша іздеп тауып алсаңыздар болады. Ал осымен біздің салатымыз дайын, дәмін татып, тұзын көріп, содан кейін барып тарелкаға салғанды ұсынамын. Ал осымен салатымыз дайын. Жаздың күнгі, күздің күнгі көкөністердің пісіп тұрған кезінде дайындайтын дастарханның сәнін ашатын өте дәмді салаттардың бірі. Астарыңыз дәмді болсын, комментарий қалдырып, лайк басып және каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.